Она сильно не сопротивлялась, но попыталась сопротивляться, видишь, что я сильно держу. Я пошел, прыгал на ту сторону, чтобы не убежала как-то. Сделал свое дело. Что сделал? Изнасиловал. 90-шы жылдардың басы. Акмолинский Чикатило деп танылған Александр Дудник өз қылмыстары үшін ату жазасына кесілді. Әйелдерді зорлаған, артынша тұншықтырып өлтірген. Ол аздай өлі денені өртеген. Бұл қылмыскерді табу оңай болған жоқ. Не үшін? Тергеушілер қандай тығырыққа тірелді? Видеоны соңына дейін көр. Тағы осындай оқиғаларды қалдырмау үшін каналға жазылуды ұмытпа. Бұл оқиға Ақмола облысы Вишневка, қазіргі Аршалы ауылында орын алған. Маньяк Александр Дудник жолдың бойында әйелдерді аяусыз өлтірген. Ұзақ уақыт бойы қылмыскерді қолға түсіре алмады. Себебі сырт келбеті алдамшы болған қылмыскер бір аяқ жоқ қарапайым шал болды. 90-шы жылдарда ауыл мен қала арасында қатынау қиын болды. Көліктер мен автобустар сирек жүретін. Наталья есімді қыз көрші ауылға анасына көмектесуге жолға шығады. Бірақ анасына жетпеген. Қыздың өлі денесі бір айдан соң табылды. Дәлірек айтқанда өртенген дене. Оны қой бағып жүрген адам тауып алды. Қыз баланы қатыгездікпен өлтіргені айқын болды. Оқиға орын алған жерде жеке заттары болмады. Бірнеше күннен кейін дәл осы ауылда тағы бір әйел жоғалып кетті. Тура осы оқиға қайталанды. Өз ауылынан шыққан балабақша меңгерушісі көрші ауылға жетпеген. Іздеу жұмыстары өте қарқынды жүрді. Тергеушілердің жұмысы қыстан көктемге аяқ алған. Бірақ өкінішке орай ұзақ тергеу ісі ешқандай нәтиже бермеген. Бұл қылмыстар сол күйі ашылмай қалуы мүмкін еді. Бірақ 94-ші жылдың маусым айында тағы бір қыз жоғалып кетеді. Полицияға бір еркісі әйелінің жоғалғанын хабарлайды. Дәл осы оқиға сияқты үйден шыққан әйел көрші ауылға жетпеген. Әйелдің өлі денесі ауылға жақын жерде темір жол бойында табылды. Оның кеуде тұсына пышақ қадалған болды. Бұл іске мықты тергеушілер қосылды. Онымен қатар жергілікті журналистер де атсалысты. Осы оқиға газет журналдарда жарияланды. Халық арасында қылмыскерлер туралы қандай да бір ақпарат білсе, немесе көзбен көргендер болса, міндетті түрде хабарласуды сұрады. Көп ұзамай қылмыскер туралы ақпараттар айқындалды. Әйел жоғалған күні жолда өтіп бара жатқан адамдар алыстан бір ер кісінің бейнесін көреді. Назарға бірден түскені ер адамның бір аяғының болмауы. Полицияларға бұл кісіні табу қиын болған жоқ. Ол 56 жастағы Вишневка ауылының тұрғыны Александр деген қарт адам болды. Қарапайым шал болып көрінгенмен, оның өткен өмірі таңғалдырды. Деректер бойынша ол қыз зорлау ісімен түрмеге бірнеше рет отырғаны белгілі болды. Ең соңғысы 15 жыл қамауда болған. Қашпақ болған Александр ұсталып, тағы да 3 жыл қосып алған. Нәтижесінде 18 жылға бас бостандығынан айырылған. Бастапқыда оған өлім жазасы тағайындалған. Бірақ соттың шешімімен өлім жазасы бас бостандығынан айыруға ауыстырылды. Өздеріңіз түсінгендей, соттың шешімі дұрыс болмады. Босатылғаннан кейін Александр тыныш өмір сүрді. Белгілі бір себептермен аяғынан айырылды. Бұл кісі күдіктенуге келмеді. Тергеу кезіндегі барлық іс-әрекеттер видеоға жазылды. Соңғы қылмысын мойындағаннан кейін оның алдыңғы 1993 жылдың күзінде жасалған тағы 2 қылмысында айтып берді. Басында жергілікті адамдар арасында ақсақ, дәрменсіз біреуді тауып алып соған қылмыстарды арта салып жатыр деген қауесеттер тарады. Бірақ Александр Дудниктің үйіне тінту жұмыстары жүргізілген кезде оның гаражынан өлген қыздардың сөмкелері мен жеке заттары табылады. Қыздардың туысқандары жеке заттарын растады. Тергеу барысында қылмыскер жасаған қылмыстарын баяндап берді. Ендеше өз аузынан естіңіздер. Не сопротивлялась, но попыталась сопротивляться, видишь, что я сильно держу. Я пошел, прыгал на ту сторону, чтобы не убежала как-то. Сделал свое дело. Что сделал? Изнасиловал. Потом она стала говорить: отпусти меня, я с этого места пойду пешком. Ну, сама пойду, не надо подвозить, ничего. Никто об этом не узнает, никому ничего не расскажу, ни милиции, ничего. Вот. Когда начала говорить за милицию, значит, это все покатилось. Как я ее задушил, чего, вот это. Руками. Чем? Руками вы? Да, руками.
И все. Барлық қылмыстар бір жолмен жасалды. Александр өз мотоциклмен қалаға жұмыстарымен шығады. Жолда көлік тоқтатып тұрған қыздарды көреді. Еш нәрседен күмәнданбаған қыздар мотоциклге отырады. Кейін әртүрлі себептермен басқа жолға түсіп кетеді. Қылмыскер өлі денені өртеп кетіп қалады. Одан кейін қылмыс орнына қайта оралмаған. Оған отырған әйелдердің күмәні болмаған себебі ол қарапайым, әдепті сөйлейтін, жай ғана мотоцикл айдайтын қарт кісі еді. Өлім жазасы тағайындалды. Александр соттың кешірімін сұрады, бірақ бұл жолы өзгеріссіз қалды. 5 сәуір 1996 жылы сот шешімімен Александр Дудник атылды. Қорыта айтқанда, жылтырағанның бәрі алтын емес.